құрылыс нарығындағы сұраныстың 30%-ын қамтымақ. Өңірде жылдық қуаттылығы 40 миллион дананы құрайтын кірпіш зауыты ашылды. Иіс қолқаны қабат, қалдықтар аяқ алып жүргізбейді. Тұрғындардың салғырттығы салдарынан қаланың қақ ортасы қоқыс алаңына айналды. Жас таланттар теріскейлік көрерменге төл туындыларын ұсынды. Қызылжарда Қазақ ұлттық өнер университетінің түлектері дипломдық жұмыстарын қорғап жатыр. Бүгін Солтүстік Қазақстан облысында жаңа кірпіш зауыты ашылды. Мұнда алдағы уақытта ай сайын 4 миллион данаға жуық қыш түрлері шығарылатын болады. Кәсіпорын басшыларының айтуынша, зауыт өңір құрылысшыларының 30%-ын қажетті материалмен қамтуға қауқарлы. Зауытты салуға 1,8 миллиард теңге жеке инвестиция бағытталған. Қызметкерлер үй тұрғызуға арналған кірпіш күйдіріп жатыр. Құрылыс материалдары өзімізде өндірілгендіктен бағасы да нарықтағыдан 10-16 теңгеге арзан болмақ. Завод именно построен. Зауыт Қызылжар ауданындағы Подгорный ауылының маңына салынған. Сол себепті шикізат алатын карьерде дәл қасымызда орналасқан. Яғни 500 метр жерде ғана бір кірпішті біз 7-110 теңгенің аралығында сатамыз. Қызығушылық танытқандардың қатары өте көп. Қазір бұнда бір жері ғана жұмыс істеп тұр. Үстіміздегі жылы екіншісі іске қосылмақ. Сонда қуаттылық айына 9 миллион данаға дейін жетеді дейді кірпіш СК серіктестігінің құрылтайшысы Гарик Бернетсян. Жаңа кәсіпорынның жұмысымен облыс әкімі Құмар Ақсақалов келіп танысты. Аймақ басшысы отандық өнімнің сапасын бағамдап, кәсіпорынның қауқарымен танысты. Біз өзіміздің алдымыздағы қойған мақсаттардың бірі бұл облыстағы жұмыс істеп жүрген құрылыс компанияларына өзіміздің облыстағы шығарған құрылыс материалмен қамту болған еді. Инвесторды іздедік. 2 жыл бұрын инвестор табылып, оған біраз мемлекет қолдау көрсетілді. 800 миллион теңге жеңілдетілген несие берілді. Мінекей бүгін нәтижесін көріп отырсыңдар. Кірпіш зауыты іске қосылды. 1,8 миллиард теңге инвестиция тартылды. Алдағы уақытта осы жылдың бірінші жартыжылдығында тағы да бірнеше құрылыс материалдарын шығаратын жобалар іске қосылатын болады. Жалпы облыста кірпішке деген сұраныс жылына 100 миллион дананы құрайды екен. Жаңа ашылған зауыт болса, бір жылда 40 миллион дана қыш өндіре алады. Сондай-ақ күзге дейін мұнда 80-ге жуық адам жұмыспен қамтылады. Ал екінші желі іске қосылған соң келесі жылға дейін тағы 80 солтүстік қазақстандық 2 қолға бір күрек табады. Әр қызметкерге 250 мың теңгеден аса жалақы төленеді. Бердібарат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК. Осы күндері Ақжар ауданында мал бордақылау алаңы тұрғызылып жатыр. Жасаған іс-сапары барысында аймақ басшысы Құмар Ақсақалов ең алдымен осы нысанның құрылыс жұмыстарымен танысты. Болашақта мұнда етті бағыттағы Абердин ангус сиырлары ұсталмақ. 4 аяқтыларға тиісті күтім жасалады. Соның нәтижесінде зеңгі төлдері тез салмақ жинайды. 500 бас былтыр келген майдың аяғында биыл қасмен жасадық, искусственный февральда мартта. Общий поголовье 800 бас. 2000 басқа шақталған бордақылау алаңының құрылысы шілдеде аяқталмақ. Биыл аудандағы бірнеше ауылдың ішкі жолдары жөнделеді. Талшықтың өзінде 6 көше қалыпқа келтіріледі. Жоспарланған бұл жұмыста жаздың 2 айында соңына жетпек. Осы ретте халықтың бақылауы мен тиісті мамандардың көмегіне сүйеніп, сапаны ескеру қажет. Жүрдім бардым атқарылған шаруа, далаға кеткен еңбек, жерге сіңген су. На данный момент осы күнге дейін Ақжар ауданында 2 инспекциялық тексеру жүргізілді. Қиыршық тас пен битумға қатысты материал жиналды. Қазір олар жан-жақты қаралып жатыр. Жолдар бойынша ұйғарымдар жазылды. Іске жауапты жандар олқылықтарды түзеуде. Качество надо соблюдать, смотреть. Жолдардың сапасын үнемі назарда ұстап бақылап отыру қажет. Себебі бұл іске қыруар қаржы бөлініп жатыр. Біз 100 елді мекеннің ішкі жолдарын жөндеуді бастадық. Биыл Ақжар ауданында 6 ауылдың көшелері қалыпқа келтіріледі. Олар Талшық, Дәуіт, Ұялы, Ленинградская, Киевская және Горьковская. Биыл көшелері жөнделетін Талшықта былтыр 11 әлеуметтік маңызы бар нысан мен 8 тұрғын үй орталықтандырылған жылу желісіне қосылды. Қызмет көрсетуші ұйым Сапранат серіктестігі. Тұрғындар сапаға оң баға бергенімен төлемге көңілдері толмайды. Аздаған пенсияны қарағанда енді ол көп маған. Енді біз ойлаймыз, Талшық бәрі подключить етілді қосылса, онда осы алдымызда қыста ойлап тұрым аз болады деп. Абонент саны артса, баға төмен дейді. Қазір қызмет көрсетуші ұйым осы бағытта жұмыс істеп жатыр екен. Әңгіме барысында облыс әкімі ауылдарға жол салу, ауыз су мен жылу тарту биліктің негізгі міндеттерінің бір екенін атап өтті. Соңғысы бойынша соңғы 2 жылда өңірде біршама шаруа тындырылыпты.
Эту работу ведем Біз үйлерге жылу жеткізу жұмысын 2020 жылы қолға алдық. Бүгінге дейін облыстағы 127 көп қабатты үй немесе 4000 адам орталықтан келетін желіге қосылды. Талшықтан 12 шақырым жерде орналасқан Қолыкөл ауылында аймақ басшысы Дамир қожалығының еңбек ұжымымен кездесті. Жүздесуде толғандырған мәселелер талқыға салынды. Ал ұялыда Құмар Ақсақалов баяндама жасады. Өзге аудандарда сүт тауарлы ферма қос-қостан салынып жатқанда соңғы 5 жылда Ақжар ауданында бірде-бір нысан тұрғызылмапты. Шетелден сатып алынған әр бас мал үшін қомақты субсидия берілетін қазіргі шақта бұл көрсеткіш әрине көңіл көншітпейді. Мысалға, сүтті мал шаруашылығы бір басқа бұрын 200 мың теңгеден 400 мың теңгеге дейін жетіп отыр көмек. Ал етті мал шаруашылығына ол да 150 мың теңгеден 300 мың теңгеге дейін жетіп отыр көмек. Мемлекеттің көмегі. Бүгінде ауданда бекет қожалығына тиесілі 600 басқа арналған бір ғана сүт кешені бар. Шаруашылық басшысы етті бағыттағы 4 аяқтармен қоса есептегенде 1800 бас сиыр мен 2000 бас жылқы ұстайды. Фермердің әлеуметтік жауапкершілігі жоғары. Ол ауылға көмек көрсетеді екен. 500 тысяч теңге. Примерно Қарттар күніне байланысты мүгедектер мен үлкендерге жалпы сомасы 500 мың теңгенің көмегі көрсетілді. Ұялы ауылындағы мешіттің құрылысына белсенді қатысып жатырмыз. Сонымен қатар Ақсары Ұялы ауылындағы су құбыр жөндеуге 1 миллион теңгеден астам қаражат бөлдік. Биыл бекет қожалығы әкімдік және халық арасында меморандум қабылданыпты. Құжат аясында іскер-жан тұрақтандыру қорын қалыптастыруға және әлеуметтік осал топтарға көмектеспек. Ал мемлекет тарапынан биыл аудандағы ауылдарға ауыз су тартылады. Биыл жоспар Үргілі, Ақсары, Байбазар, Көркіз, Ленинградский және Ұялы аудандарында да жұмыстар жүргізіледі. Ұялыда сендердің ауылыңызда локалды станция жөнделеді. Бұған бюджет қарастырылған. Енді үлкен жоспарымыз бар. Бұл топтық су құбырын қайта жаңғырту. Оны да мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Кездесуден кейін Құмар Ақсақалов азаматтарды қабылдап өткізді. Облыс әкіміне бірнеше азамат жүгінді. Кейін өңір жетекшісі Болат қожалығының алқабына барып, егіс жұмысымен танысты. Біреу білсе, біреу білмес. Паралимпиада жүлдегері Александр Герлиц Ақжар ауданының тумасы. Жұмыс сапары соңында аймақ басшысы спортшының кіндік қаны тамған Горьковская ауылына атбасын бұрды. Мұнда шаңғышының отбасы мен балалық шағымен танысты. Вот короткой дистанции, вот это его конек был, и он побеждал на коротких 12,4, 12,1, потом уже на районных соревнованиях он показывал. Ауылдағы жастар спортқа жақын. Оларға облыс әкімі сәттілік тіледі және ел намысын абыроймен қорғаған Александрдан үлгі алуға шақырды. Желаем нашим молодым спортсменам, которые здесь собрались. Жас спортшыларды қиындыққа қарамай кез келген жағдайда жаттығып, биік белесті бағындырған үлкендердің жолын қууға шақырамыз. Нәтижеге қол жеткізу үшін тек еңбек ету қажет. Сонда ғана төккен тер ақталады. Кездесу соңында жиналғандар естелік суретке түсті. Байболат Бектемірұлы, Гюзель Закария, Александр Янсен, МТРК. Солтүстік Қазақстандық аграрийлер 40%-дан астам жерге тұқым сеуіп үлгерді. Диқандар 13 мамырдан бері майлы, ал 17-сінен бері дәнді дақылдарды егіп жатыр. Биыл өңірдегі егістік алқаптарының жалпы аумағы 4 миллион 300 мың гектарды құрайды. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев өткен жылдағы қуаңшылық қайталана ма деп секем алып отырмыз дейді. Айтуынша қыста қар аз түсіп, ал көктем мезгілінде кейбір аудандарға жаңбыр суы дұрыс тимеген көрінеді. қазіргі көріп отырсыздар ғой, мынау жаңбырдың шамалырақ болып тұр. Әрбір ауданда жердің су влагасы дефицит бар. Көбінесе мынау жаңбыр, мынау Қызылжар ауданы, Мамлютка, мынау Есіл ауданы, Аққайын жақта жаңбыр көп болып тұр. Құрғақшылық бізде мынау Степной жақта айтам, Тимирязев ауданында, Ақжар, Валихан аудандарында. Жауын шашын мөлшері аз болса да, құрғақшылыққа қарамай мол өнім алуға болады екен. Ол үшін минералды тыңайтқыш сеуіп, топырақты дұрыс құнарландыру керек. Жылда минеральный удобрение қазір көбейіп отыр. Өткен жылы егер 160 мың тонна болса, осы жылы 170 тонна енгізіледі. Жанармай 100% бар, 71 мың тонна болады. Ол удешевленный бағасымен берілген. Техника бәрі 100% көктем жұмысында
жасап отыр жұмыстарын. Сонымен қатар диқандар 3 миллион 300 мың гектар жерді арам шөптен тазартпақшы. Жалпы аграрийлер қажетті тұқым көлемімен толық қамтамасыз етілген. Егіс науқанына 13 мыңға жуық трактор, 15 мың астық сепкіш пен 1400 жоғары өнімді егіс кешені жұмылдырылған. Көктемгі дала жұмыстары 5 маусымға дейін аяқталмақ. Бердімұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында 5 тонна чипсы тиелген фура аударылып қалды. Оқиға Қызылжар ауданындағы Кондратовка ауылының маңында болды. Рөлде 43 жастағы ер адам отырған. Көлік жүргізушісі Новосібір қаласынан Қостанайға қарай кетіп бара жатқан. Машина қозғалтқышынан ақау шығып аударылып қалған. Жүргізушісінің өзі аман, 5 тонна жүгіне де зақым келген жоқ. Челябі Новосібір автожолында көлігі бүк түскен күйі 5 сағат тұрған жолаушыға патрульдік полиция қызметкерлері көмекке келген. Талай жылдан бері шешімін таппай келе жатқан түйткіл. Петропавлдағы Халтурин көшесінің тұрғындары күл қоқыспен күресіп, шыдамдары таусылған. Қазіргі таңда аталған аудандағы тұрмыстық қалдық жиналатын жердің көрінісі осындай. Жәшіктер бос болғанмен, айнала бейбереке шашылған қоқыспен ластанған. Кесілген ағаш, жиһаз, тақтайлар, қоқыс жәшігіне сыймайтын заттар сыртында жатыр. Қолқаны қабатын иісті аймақты шыбын шіркей итпен құс паналауда. Көпті толғандырған мәселеден Нина Красникова әбден мезі болған. Нәзік жандының үйі үйіліп жатқан күл қоқыстан бірнеше аттам жерде орналасқан. Жаман иіс былай тұрсын, баспанасында жәндіктер қаптап кеткен. Зейнеткер бұл мәселені шешудің екі жолын ұсынып отыр. Қоқыс жәшіктерін басқа орынға ауыстыру қажет, не болмаса оны қоршау керек. 2017 года 2017 жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгіндім. Мамандар қоқыс орнын ауыстыруға басқа жердің жоғын айтты. Қалалық әкімдікке 2018-де де бардым. Онда да еш шара қолданылмады. Бұл мәселенің шешілмей келе жатқанына бірнеше жыл өтті. Бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырдым. Бұл жерге басқа аудан тұрғындары да қоқыс төгіп кетеді. Оның салдарын біз көріп отырмыз. Жел тұрса болды, қоқыстың жеңілі қамбақша домалап үйге дейін жетеді екен. Оны күнделікті Руслан Зарипов жинап әлек. Тіпті тұрмыстық қалдығы үйілген жерде бірнеше рет от тұтанған. На 9 мая Қоқыс үйіндісінен мамырдың 9-ына қараған түні өрт шықты. Үйімнің терезесінен қарап едім, қоқыс жанып жатқанын көрдім. Тілсіз жау электр сымдары тұрған бағанға дейін жетті. Өрт сөндірушілерді шақырдым. Олар келіп өртті ауыздықтады. Бірақ таңғы сағат 6 шамасында күл қоқыс қайта жанды. Мамандар қайта келіп сөндірді. Ал осы күл қоқыстың кесірінен үйіміз отқа оранып, қайғылы жағдай орын алса ше, оған кім жауап береді? Тұрғындарды толғандырған мәселемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгініп жауап алдық. Қоқыс шығаратын бактар тек қана ТБО-ға арналған, ал крупногабаритный мусорды тұрғындар өз қаражатынан шығару тиіс. Бүгінгі таңда бізде КСК-лардың үлкен бөлігі осылай өз ақшаларынан крупногабаритный мусорларды шығарып жатыр. Қоқыс жәшігінің орнын ауыстыру үшін жаңағы қоқыс шығаратын мекемеге хабарласу керек. КСК немесе тұрғындар және де өзара келісіп, басқа жерді таңдап, сол жерге қоюға болады. Белгілі болғандай қоқыс төгу аймағын қоршау үшін де қос тарап өзара келісіп алу керек. Бірақ ол үшін қосымша ақша төлеу қажет болады. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК. Елімізде медициналық пойыздар жобасы бастау алды. Оның аясында арнайы темір тұлпарлар шалғай елді мекендерді аралап, тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсетпек. Дәрігерлер алғашқы жәрдеммен қатар диагностикалық тексеріс жүргізеді. Қажеттілік туындаған жағдайда кішігірім ота жасайды. Жәрдем деп аталатын медициналық пойыз 6 қарашаға дейін 80 станцияны, ал Саламатты Қазақстан 20 маусымнан 2 қарашаға дейін 67 станцияға аялдайды. Әр елді мекенде ақ халаттылар отандастарымызды бір немесе 2 тәулік көлемінде қабылдайды. Айта кету қажет, бұл жоба Самұрық Қазына Траст қорының қолдауымен өткізілуде. 2021 жылы Самұрық Қазына Траст еліміздің 17 өңірінде 32 әлеуметтік жобаны қолдаған болатын. Бұл арқылы жарты миллионға жуық халық көмек алды. Қазірде қор өңірлердегі дамытудағы қатысты бағдарламалар мен бастамаларды толық қолдауға әзір. Бұл пойыздың ерекшелігі, яғни бұл бейінді профильный дейміз ғой, бейінді мамандардың сол ауылға келуі. Ол гастроэнтеролог, уролог, гинеколог деген сияқты. Яғни әйел адамы, мысалы науқас егерде гинекологтың учетында тұрса, яғни оған осы пойыздың арқасында ол барып өзінің консультациясын көмегін алады. Жұмыскердің құқығын қорғау және оның жұмыс істеуіне жайлы жағдай жасау. Петропавлда осы мақсатта 94 жыл бұрын қызмет кәсіподағы ұйымы құрылды. Оған мемлекеттік мекемелер мен банк, қоғамдық қызмет көрсету нысандарының қызметкерлері мүшелік етеді. Ең басты мақсаты бұл енді мына әлеуметтік еңбек құқықтарды жақтау, біздің мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің. Бұл жерде енді мемлекеттік қызметте біз мына ТМД елдерінде
реформаны бірінші бастағанбыз, сол жалғасып жатыр. Оның әрине оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерге жақсы жағдай жасалды. Жалпы әлеуметтік пакет деген болады ғой, соцпакет. Ол бар. Қызмет ұйымының қолдауымен оның қамқорлығындағы қызметкерлердің жалақысы өсті. Соның ішінде ауылдық әкімдік мамандарының айлық еңбек ақысының жоғарылауы төгілген тердің нәтижесі. Жалақыға қатысты оң өзгеріс ауылда осы салада кадр тұрақтауына ықпал еткен. Қызмет кәсіподақ ұйымына 6000 солтүстік қазақстандық мүшелік етеді. Оның жартысына жуығы қатарға соңғы 3 жылда қосылған. Ал ел бойынша 92 000 үзеңгілесі бар. Оңай жұмыс жоқ демекші, әр саланың өзіндік бір қиындығы болады. Сол мәселелерді шешу жолдарымен осы аталған ұйым айналысады екен. Біздің қызметте де, мына мемлекеттік қызметте 35-40 жасқа келгенде кәсіби аурулар пайда болады, профессиональный болезнь. Ол енді мына гиподинамиядан, компьютерде отырады 8-10 сағат. Көз аурулары, стресстер көп болады. Сондайларға байланысты біздің кәсіподақтың санаториялары бар, сонда демалтқызып аламыз. Өз қызметкерлер үшін қызмет кәсіподағы 8 шипажай ашыпты. Одаққа мүшелік ететін жандардың барлығына ем-дом шаралары жеңілдікпен ұсынылады. Жалпы кәсіподақтар федерациясы 2022 жылды әлеуметтік серіктестік жылы деп жариялады. Бүгін осы бағытты дамытуға белсенді үлес қосқан бірқатар азаматқа түрлі марапаттар мен алғыс хаттар табыс етілді. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК. Референдум бойынша үгіт-насихат жұмыстары аудандарда да қарқынды жүргізіліп жатыр. Облыстық мәслихат депутаттары елді мекендерге шығып тұрғындармен кездесуде. Сондай жиындардың бірі Мағжан Жұмабаев ауданында ұйымдастырылды. Халық қалаулылары қос бірдей мектеп ұжымымен және ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлерімен жүздесті. Халық белсенді, халық түсінеді, ең бастысы. Халық түсінеді, өйткені бұл жерде көптеген халықпен байланысты дүниелер бар бұл өзгерісте. Әкімді сайлау мәселесі болсын, депутаттарды сайлау мәселесі болсын, жаңағы сот саласындағы әділдік, әділетсіздік болсын, осы жерлердің барлығында халықпен байланысты. Бүкіл заңда қарап отырсаңыз, халықтың көзқарасы, халықтың пікірі деген сөз алдыға тартылып отырады барлық жерде. Сондықтан да мен ойлаймын, халық соны оқып көргеннен кейін де заңды түрде өзінің қоғамдағы орнының бар екенін сезінеді ғой деп ойлаймын. Яғни мемлекет басшысы айтқандай маңызды құжат халықтың мұң-мұқтажын ескере отырып дайындалған. Енді олар қалаған депутаттарын сайлап қана қоймай, жұмысына көңілі толмаса, оны алмастыруға да құқылы болмақ. Әкімдердің жұмысына қатысты да өзгерістер бар. Ауылды әкімдердің, аудан әкімдердің, жергілікті мәслихаттардың сайлауы, халықтың сайлауы. Осындай өзгерістер бұл жергілікті халықтың өзіне деген ұнаған басшыларын, аудан басшыларын сайлауы келеді. Сондықтан да егер халық сеніп сайласа, сол ойлаймын, сол сайлаушылар халыққа сол сенімде жұмыс істеп, еңбек етеді деп. Осы ретте әр азаматтың дауысы маңызды. Маусымның 5-інде өтетін референдумға бір кісідей атсалысып, елдің жарқын келешегі үшін дауыс беру қажет дейді халық қалаулылары. Самал Жүнісова, МТРК. Арман әлеуметтік қызмет көрсету орталығында соңғы қоңырау соғылды. Биыл бұл мекемеден бір түлек түлеп ұшты. Сол түлек Рената Рамазанова. Ол кешке ерекше дайындалыпты. Әдемі көйлегін киген, әзірлеп әкелген әнін де шырқады. Кейін Ренатаның құрбылары сахналық қойылым қойды. Ой, Матрёна, я не помню от склероза, где мои 17 лет? Ты дурнее паровоза, у тебя давно их нет. Был, наверное, носом чую, выпускной и у меня. Кеш көңілді өтіп жатқанымен Ренатаның бойынан қимастық сезім байқалады. Себебі ол осы орталықта 7 жасынан тәрбиеленді. Жазуды да, оқуды да, ән салуды да осы орталықтан үйренді, дейді анасы Вера Биба. Сегодня для нас очень знаменательный день. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн. Ренатаның болашаққа деген жоспары ауқымды. Арман әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандарына айтар алғысым көп. Менің қызым осында 10 жыл бойы тәрбие алды. Орталықта мамандар тірек қимыл аппараты бұзылған ұл-қыздарға білім беріп қана қоймай, медициналық көмек көрсету арқылы балалардың дамуына септеседі. Арман Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығында барлығы 12 бала бар. Наш центр, он
Орталықта тірек қимыл аппараты бұзылған ұл-қыздардың жан-жақты болып өсуіне жағдай жасалған. Мұнда балалар шығармашылықпен айналысады. Бірі ән айтса, енді бірі би билейді, сурет салады. Спортты да ұмытпаймыз. Өзіміздің чемпиондарымыз да бар. Бұдан бөлек ерекше балаларға медициналық көмек көрсетіледі. Массаж, бассейн қарастырылған. Әр апта сайын ұл-қыздар ипподромда ат спортымен айналысады. Арман әлеуметтік қызмет көрсету балалар орталығы 99 жылы ашылған. 23 жылдың ішінде мекемеде тірек қимыл аппараты бұзылған, 80-нен астам бала білім алған екен. Самал Жүнісова, Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК. Ұлттық ұлан әскери академиясының профессоры Жанбатыр Сартаевтың жаңа кітабы жарық көрді. Еңбек Мықтыбай батырға арналған. 100 данамен басылып шыққан туындыда аты аңызға айналған батырдың өмірі мен ерлік істері баяндалады. Тау тұлға 18 ғасырда өмір сүрген. Жамбыл ауданындағы Баян ауылының тумасы. Қазақ жерін жаудан қорғауда көзсіз ерлік көрсеткен. Кітап авторы Жанбатыр Нұртайұлының айтуынша осындай елін сүйген, ұлтын сүйген тарихи тұлғалардың өмір баяны жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуде зор рөл атқарады. Бұл кісі 14-15 жасынан батырлық неге Абылай ханға көзіне түсіп батырлық жолынан кеткен. Бірақ бұл кісі өзінің өмірі бойы соғыста шайқастарда болған. Патриотизм жолынан бұл кітап өте қажет. Неге десеңіз, әскери академияда көп адамдардың рухын көтеру үшін тактикадан басқа сабақтарға кезінде сондай жастар біздің жас батырларымыз болғанын көрсету қажет. Сәбен театрының сахнасында елордалық өнерпаздар осы күндері киелі қара шаңырақта Қазақ ұлттық өнер университетінің түлектері дипломдық жұмыстарын қорғауда. Бүгін қыз-жігіттер жерлестеріміздің назарына психологиялық драма ұсынды. Оқиға 18-ші автобуста орын алып жатыр. Мұндағы кейіпкерлер де ерекше. Бірі жалғыздықтан, енді бірі кәріліктен, өзгесі қумансаптан жалыққан. Бірақ бұның уақытша және өмірдің мәні бұндай емес екендігін барлық кейіпкерлер кеш түсінді. Нақтырақ айтсақ, автобус аударылып, өмірлерімен қоштасқан сәтте. Мен ұзақ өмір сүрдім. Бірақ көп емес. Керемет әсер сыйлап, ой түйерлік спектакльді Назгүл Әменова да тамашалауда. Бұрымды елордалық жастардың өнеріне өзінің жоғары деген бағасын берді. Кәсіби актерлардікін көріп жүрмін, бірақ студенттердікін алғаш рет көріп жатқаным, бірақ жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Қолда барда алтынның қадірі жоқ дегендей, адамдар қате бағытқа жол кетіп жатады. Бірақ оны өте кеш түсінеді, және де кеш түсінгенде ол уже уақытты артқа қарай қайтара алмайды. Айта кету қажет, көпшілік назарына ұсынылған бұл спектакльді студенттер өздері жазған, өздері дайындалған. Жетекші ретінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сайлау Қамиев бағыт-бағдар ғана беріп отырған. Музыкалық театр әртісі деген мамандығы бойынша биыл бітіргелі отырған түлектер. Бұл енді осы Петропавл қаласының мәдениет басқармасы және де Сәбит Мұқанов атындағы музыкалық драма театрының басшылығының тікелей шақыртуымен өзіміздің дипломдық спектакльдерімізді осы сахнада қоюды жоспарлап келіп отырмыз. Мақсатымыз осы бітіріп жатырған біз университет ол кадр дайындаумен айналысамыз. Ал осындай театрлар ол әрине сол кадрларды жұмыспен қамтамасыз ету, жұмыс беру және өздерінің театрларына актер ретінде шақыру. Яғни бұл жерде шығармашылық тығыз қарым-қатынастың осы бір осындай бір жоспарланған түрі. Бүгін қара шаңырақтың сахнасына келген 23 студенттің 11 ғана шықты. Қалғандары өз өнерін ертең ортаға салады. Өнер сүйер қауымға жастар Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсы мен франциялық туынды Моцарт Рук операсын ұсынбақ. Ертең теріскейлік көзқарақты көрерменнің алдында Ерасыл Ахан есімді жас талантты актер бой көрсетеді. Менің ойнайтын рөлім Ақын Естай. Бұл Біржан Сара операсы Мұқан Төлебаевтың. Бұл Ақын Естай сол кезінде Қояны жәрмеңкесінде сол Қарқаралы өңірінің тумасы. Әрі сол жердің былайша айтқанда енді бір халықтың көңілін көтеретін бір асаба дейді ғой, асаба жігіт, ақын жігіт болған. Жәрмеңкенің былайша айтқанда ойын сауығын көтеруші адам ретінде табылады. Мен тура осы рөлді сомдайтын боламын. Және де бұның бір ерекшелігі жаңа жанрда болғандықтан осы заманғы нұсқада болып келетін болады көп жағдайда. Айта кету қажет, киелі сахнада өнер көрсетіп, көзге түскен жастар Сәбен театрына шақырту алуы да әбден мүмкін. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК.
Өңірдің панкратионшылары ел біріншілігінен жүлделі оралды. Дүбірлі додада мамырдың 19 мен 21 аралығында Нұр-Сұлтан қаласында өтті. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 280 спортшы қатысты. Оның 11-і солтүстік қазақстандықтар. 11 спортшының біреуі алтын, екеуі күміс және тағы біреуі қола медаль жеңіп алды. Алтын алқаның иегері Самат Жантас. Құқық қорғау органдарында қызмет ететін азамат. Спортты 16 жастан серік етіп жүр. Первый у меня соперник был в полуфинале. Бірінші жартылай финалда мен Қызылорда облысының спортшысымен кездестім. Ал финалдың өзінде шығыс қазақстандық Нұрболат Құлбековпен күш сынастырдым. Жарысқа жақсы дайындалып бардым. Нәтижесі көңілден шықты. Самат Жантастың әріптесі Нұрсұлтан Жакупов қоланы қанағат тұтты. Мұндай деңгейдегі жарысқа бірінші рет қатысып отырғандықтан қоланың өзін иелену оңай болмаған. На этом турнире я провел 2 боя. Турнирде мен 2 жекпе-жек өткіздім. Бірінші кездесуде ақтөбелік жігітке қарсы шықтым. Финалдық кезеңде Өскемен қаласының спортшысымен жолықтым. Одан жеңіліп 3-ші орын алдым. Енді спортшылар жаттығуларына қарқын қосады. Өйткені алда Азия чемпионаты бар. Осы төрттік ел намысын әлемдік аренада қорғайды. Аталған дүбірлі доданың қашан өтетіні әзірге белгісіз. Гүлден Сембаева, Ұлан Ыдырыс, Қазыбек Арықбай, МТРК.